Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 5-ші дәрістің тақырыбы жеміс-жидек көшеттерін өсіру технологиясы. Қарастырылатын сұрақтар: жеміс-жидек көшеттерін өсіру технологиясы, көшеттерді өсіру және отырғызу технологиялары. Бірінші, жеміс-жидек көшеттерін өсіру технологиясы. Жеміс көшеттілігі деп 1 және 3 жылдық көп жылдық ағаштардан арнайы өндірістік жағдайларда жеміс-жидек дақылдарын көбейту үшін өзара байланысқан көшетті айтады. Көшеттің негізгі мақсаты жеміс бақтарын отырғызу үшін жоғары сапалы көшеттер өсіру. Көшеттердің сапасына сорттар мен телінушінің тазалығы, карантинді зиянкестердің болмауы жатады. Жеміс көшеттерін өсіру арнайы жеміс-жидек көшеттік шаруашылығында немесе шаруашылықтың арнайы бөлімшелерінде жүзеге асырады. Жеміс көшеттілігі үшін орын таңдау, оның аумағын ұйымдастыру. Жеміс көшеттілігін ұйымдастыру үшін учаске таңдауды табиғи климаттық, топырақ экономикалық жағдайларды мұқият зерттеудің негізінде жүргізілу қажет. Мүмкіндігіне қарай көшеттікті ол қамтитын аумақтың ортасына орналасқан дұрыс. Келіп кететін жолда көлік үшін кез келген маусымға ыңғайлы болуы тиіс. Сонымен бірге, бұл көшет шаруашылығы сол аймаққа тән топырақ климат жағдайына көшеттердің барлық бөлімін ұйымдастыруға жарамды болу керек. Қазақстанның оңтүстік шығысында ақпан және наурыз айларында ауаның температурасы тәулігіне +5 Цельсий градустан -2 Цельсий градусқа дейін ауытқығанда жүргізіледі. Бұл жағдай сидам қабығын күйдіреді, тіпті жарып жібереді. Сондықтан қалыптастыру талабында солтүстік және солтүстік бағытқа сәл еңкіш аумақ таңдаған жөн. Қазақстанның көптеген облыстарында жаздың басына қарай қатты жел жиі соғады. Қатты соққан жел көшетке едәуір зиян келтіреді. Сондықтан көшеттік егістік үшін ық жерлерді таңдаған жөн. Ал егістік жиектерде тез өсетін ағаштың түрлерін жел ұстайтын алаң жасау керек. Сапалы көшет топырақ ылғалдылығы болған жағдайда ғана өсіріледі. Сондықтан сумен жеткілікті қамтамасыз етілетін жер ғана көшетке қолайлы болады. Сапалы жеміс көшеттерін өсіру және шаруашылықты қалыптылықпен жұмыс істеу үшін көшеттердің мынандай бөлімшелерге бөлуі тиіс. Қалыптастыру бөлімшесі, терітушілерді көбею бөлімшесі, аналық сорттық бақ, аналық тұқымдық бақ, ұластыру шеберханасы, көшеттерді көміп сақтайтын учаске, егін материалын әбден өсіруге арналған учаске, карантинді зиянкестерге таралған аймақта залалсыздандыру үшін қажетті фумигациялық камералар қажет. Терітушілерді көбейту бөлімшесі, екпе көшеттер өсірілетін учаскеден клонды терітушілердің аналық ағаштарынан аналық қалемшел учаскелерден тұрады. Екпе көшеттер өсірілетін учаскеде тұқымдарды немесе дәнектерді егіп 1 жыл бойы өсіреді. Одан кейін оларды қалыптастыру бөлімшесінің бірінші табына отырғызады және сонда ұластыру жұмысы жүргізеді. Клонды терітушілердің аналық ағаштарында сұлама бұтақтардың клонды терітушілері көбейтіледі. Олардан аласа бойлы, жартылай аласа бойлы және орта алаша бойлы жеміс ағаштары алынады. Аналық ағаштар 15-20 жылға дейін пайдаланылады. Аналық тұқымдық бақта өсірілетін көп жылдық ағаштардан тұқымдар мен дәнектер алынады. Олар тұқымдық терітушілер өсіру үшін қолданылады. 1 тонна жемістен, мысалы, недвецкий алма ағашынан 4-5 килограмм тұқым алуға болатын ескеру керек. Аналық қалемшелік учаскеде көп жылдық ағаштар өсіріледі. Ол ағаштардан клонды терітушілердің жасыл және ағаштанған қалемшелері алынады. Ол қалемшелерді жылы жайларда отырғызып тамырландырады. Бұл участок 10-15 жыл пайдаланылады. Аналық сорттық бақта аналық ағаштарды таза сортты элита көшеттерінен өсіріледі. Аналық ағаштардан ұластыру үшін қажет қалемшелер алынады. Әр гектардан 40-45 мың телінуші көз сабақтану әдісімен ұластырғанда 6-8 мыңдай қалемше керек. Ұйымдастыру шеберханасында тынығу кезінде күзден бастап көктемге дейін
ұластыру жұмыстары жүргізіледі. Мысалы, алманың, алмұрттың, жаңғақтың тұқымдық және клондық телітушілерінің көбейтілетін сорттары үшін, ал алхоры, тәтті шие үшін сирек қолданылады. Жылыжайлар клонды телітушілердің жасыл қалемшелерінен тамырланады және олардан алхорының, шабдалының, шиенің, жиде дақылдарының өз тамырлары бар көшеттері өсіріледі. Көшеттік өсіру схемасы. Көп жылдық тәжірибеде бір учаскеге қайта-қайта көшет өсіру топырақ қорын нашарлатып, оның құрамының жойылуына, тамыр рагы, рауза қоңыздары тағы басқа сияқты ерекше аурулармен және зиянкестермен зақымдануына әкеліп соқтыратын көрсетеді. Осының бәрі өсімдіктің өсуін әлсіретеді, көшеттердің сапасын күрт төмендетеді, стандартты отырғызу материалдарының шығынын кемітеді. Осы жағдайлардан аулақ болып, жыл сайын аса сапалы көшет алу үшін көшеттерді белгілі бір жиынтықты және дақылдарды алмастырып отыратын тыңайтқыш енгізу және топырақ жүйесі бар ауыспалы егіс енгізу керек. Отырғызу көшеттерін күзде де көктемде де қаза беруге болады, бірақ ең дұрысы күзде қазған. Өйткені онсыз да салмағы көп түсетін көктемгі науқанда жұмыс азаяды. Көшетті де қайта-қайта отырғызуға, жақсы дайындауға және отырғызу алдында уақытылы жеткізуге болады. Көшеттері қазып алуға 1-1,5 ай бұрын дайындалады. Бәрінен бұрын сатуға дайындалатын өсімдіктер тұқымдық сорттық бекітуден, яғни мақұлдаудан өтеді. Онымен бір мезгілде отырғызу көшеттерінің көшеттік кітабында жазулармен бұл есептердің сәйкес келуі және табарлық саны анықталады. Сапалық стандарттың техникалық жағдайына сәйкес шекілдеуіктер мен сүйектілер көшеттері биологиялық сапасы және фитосанитарлық жағдайына қарай А класты және Б класты деп екіге бөлінеді. А класына жататындар көшеттері вирусты аурулардан сау, карантиндік объектілерден, қауіпті зиянкестер мен аурулардан таза класы болып бөлінеді. Б класына жататындар вируспен зақымдалған, көзге көрінетін белгілерінен, қауіпті зиянкестерден, аурулардан аман болу керек. А класының көшеттері супер элитаға, А репродукциясына, Б класының көшеттері тиісті Б элитаға және бірінші репродукцияға бөлінеді. Көшеттер өзінің отырғызу сапасына қарай екі табарлық сортқа бөлінеді. Бірінші және екінші. Олардың сорттық тазалығы 100% болу керек. Көшеттердің тамыр жүйесі кемінде 2-3 бүйір тамыры, ұзындығы 20-30 см болу керек. Клондардың жасына қарай бүйір бұтақтардың саны 3-5 болуы керек. Тамыр жүйелерінің зақымданбауы, құрғап кетпеуі, сабақтары мен камбилерінің үсімеуі, жапырақтанбауы, бұтақтарының құрғамауы тиіс. Қазақстан көшеттер шығаратын отырғызу көшеттерінің негізгі бөлігі машинамен тасылады. Осы кезде көшеттерді зақымдап алмас үшін бірнеше ереже сақталу керек. Тасымалдау сапасы негізінен өсімдіктерді жинау, тығыздығы мен оларды байлауына байланысты. Машинаның жақтауы көшеттерді зақымдамау және олардың тамырларын құрғатып алмау жағына міндетті түрде шара қолдану қажет. Сол себепті машинамен жақтауы ішкі жағынан сабанмен және қамыс бумасымен қапталады. Тамыр кеуіп кетпеуі керек. Осымен дәріс аяқталды. Келесі сайтта бақылау сұрақтары берілген, сұрақтарға жауап беруіңіз сұралады. Дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.